Жаңбырлы ормандарда жануарлардың алуан түрі тіршілік етеді. Мысалы, африкалық орман пілі. Орман пілдері саванна пілдеріне қарағанда өзгеше. Олар саванна пілдерінен кішірек әрі мығым келеді. Бенгал жолбарысы өте әдемі жануар. Негізгі түсі сарғыш, қоңыр. Екі беті, тұмсығы, қастары және қарын бөлігі ақшыл болып келеді. Және денесін қара жолақтар қаптаған. Гарпия әлемдегі ең үлкен және мықты деген 50 бүркіт түрінің бірі. Ол орталық және оңтүстік Американың тропикалық жазықтарында, оңтүстік Мексикадан оңтүстікке қарай Боливияның солтүстігіне дейін, оңтүстік Бразилия және Аргентинаның солтүстігінің көп бөлігін мекен етеді. Қызғылт басты ала кептер. Аталығының беті мен маңдайы таңқурай түстес қызғылт. Тамағының жоғарғы бөлігі мен иегі қара, төменгі бөлігі ақ, тек кеуде тұсы қызғылт тартқан. Денесінің жоғарғы жағы жапырақ түсті жасыл, ал аналық кептер түске ондай бай емес. Денесі қою жасыл, басы қызыл күрең, ал қарнының түсі төменге қарай ақтан ақшыл сарыға ауысады. Құйрығының астыңғы жағы қоңыр түсті. Ваглер ойық басты жыланы оңтүстік Азия жаңбырлы ормандарының ағаштарында тіршілік етеді. Оның осылай аталу себебі танау артында жылуды сезіп, жылы қанды жануарларды анықтайтын арнайы сезім мүшесімен қамтылған ойықтары бар.